көбісінің есінде түсінігінде адам арақ ішсе 40 күн намаз қабыл болмайды, 40 күн оразасы қабыл болмайды. Адам арақ шыққан кезде одан иман көтеріліп тұрады. Адам намаз зина істеп жатқан кезде одан иман көтеріліп тұрады, яғни мұсылман болмайды деген секілді уағыздардың кейде енді фихи үкімдерді білмейтін кейбір уағызшылар не істеуі мүмкін, айтып жіберуі мүмкін да арада, иә, немесе хадистің тікелей мағынасын алып айтып жіберуі мүмкін. Хадисте солай келген, иман көтеріліп тұрады деген секілді, дұғасы қабыл болмайды деген секілді хадистер келген. Ал ол хадистерге ғалымдар не дейді, үңілмей үкімге қатысты хадисті айту өте қиын екен да, Дәуренбек. Түсінесің ба? Қараңыздар, пайғамбарымыздың келген хадистер жоғарыдағыдай. Бұл намазға, намазды оразаны оқуға ешқандай қатысы жоқ. Түсінесіздер ма? Яғни дұрыс адам зина істеп тұрған кезде иман көтеріліп тұрады деген сөз, адам есі дұрыс мұсылман адам мұсылман күйінде ол ауыр күнә зина істемейді деген мағынада. Түсінесіздер ма? Кемелдік жағынан айтылып тұр бұл жерде. Түсінесіздер ма? Иә, адам зина істеп жатса, арақ ішіп жатса, ол мұсылман. Иман көтерілмейді. Адамнан иман көтеріліп кетсе, ол кәпір болады. Ал иман бізден қашан көтеріледі? Біз исламға бізді яқин нәрсе, нық сенім нәрсе кіргізді ма? Ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах. Алла жалғыз, пайғамбар оның елшісі деген. Бұл яқин сенім, дұрыс па? Енді иманнан осы секілді яқин нәрсе, нық нәрсе шығарады. Түсінесіздер ма? Яғни мен кәпір болдым деп жүрекпен мойынсынбаса, Алла тағала мойындамаса, ол діннен шығады. Ал арақ ішу бұл адам діннен шығармайды. Бұл пасық қылады. Зина жасау адам діннен шығармайды. Бұл не істейді адамды? Пасық қылады. Иман тұрады жүрегінде. Түсіндірсіздер ма? Ал енді арақ ішіп қойса, оның 40 күн намаз қабыл болмай ма? Қабыл болады. Түсіндірсіздер ма? Арақ ішіп те намаз оқысаң, мойнынан парыз түседі. Түсіндірсіздер ма? Арақ ішіп алған біреу кәдімгідей. Не істейді? Қалай ішіп алған? Тойып алған араққа. Намаз оқыса мойнынан парыз түседі. Ал пайғамбарымыз олсам арақ ішкен адам есін білмейінше намазға жоламасын дегеннен мақсат не? Мақсат не? Ішпесін де ол самасау, ішпесін деген нәрсе. Намаздың сауабы жоқ болады. Бірақ мойнына не түседі, Дәуренбек? Парыз түседі. Түсінсің ба? Яғни есін білмейтінде ол намаз оқыса, ол намаз дұрыс емес әрине, бірақ 100 грамм шығып тұр есінен, аузынан, иіс шығып тұр, перегар шығып тұр, бір стакан ішіп алған мысалы үшін. Есін біледі. Намаз оқыса, намаз мойнынан түсе ма? Түседі намаз. Бірақ намаздың сауабы жоқ. Түсіндіңіздер ма? Сол үшін де біз сіздерге айтамын, үкім мен уағызды айыра біліңіздер. Уағыз біздің иманымызды руханиятқа жұмыс жасау керек. Яғни мысалы үшін қой, арық қой. Ол шөп жесін істейді, семіреді. Иман да, тақуалық да солай. Мысалы үшін бізде тақуалық деген соң не істеп тұрмайды, тұрақты тұрмайды. Үнемі адамда тақуалық тұрақты тұрмайды. Қараңыздар. Нұртай, сен қазір тақуасың да, тақуа ішінде оқып жүрсің, адам ақысына кірмейсің, керемет болып жүрсің да. Сосын бір айдан кейін сен бір темекі шегіп қойдың. Немесе бір не істедің? Өтірік айтып қойдың. Сөйтіп мен саған қарап, астағфурулла, сен Нұртай, сен тақуа едің ғой, бауырым, не болып кетті сен деп. О, Нұртай, сол кезде тақуа еді ол. Сен сол кезде тақуа едің. Өйткені адам тақуалық деңгейі бір орында тұра бермейді, өзгереді. Жаңағы қой секілді. Қойға сен жем берсең семіреді, жем бермесең азаяды. Иә? Әлжуаз болып қалады. Әлжуаз деген қалай? Иә, арық болып қалады деген секілді. Түсіндіңіздер ма? Солай. Сол үшін де арақ ішіп алған адам ертесіне баса оразасын қазасын өтей берсін. Намазын да оқи берсін, проблема жоқ. Түсіндіңіздер ма?